Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің хатына сәйкес балаларды зорлық-зомбылықтан, суицидтің алдын алудан қорғау және олардың құқықтары мен әл-ауқатын қамтамасыз етудің 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын іске асыру мақсатында Дос болайық республикалық акциясы Қарсыбай Сыпатаев атындағы нөмірі 7-ші IT мектеп-лицейінің мектеп парламенті оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы қабыл алды. Өмірде адалдықты сыйладым, сол жолда мен жанымды да қинадым. Тірлігімде жүзім жарқын, ал өлсем, жолдас болғай деп тіледім иманым. Сол тілекпен тәубе деумен келемін, сол тілекпен табар жаным біремін. Менің азиз ұжданымның ұясы ақ бола гөр, пәк бола гөр жүрегім. Досым, саған сенемін, сені бөтем. Жолы бөтен демемін, жөні бөтер. Достық деген адамның көрігі екен, достық деген адалдың серігі екен. Сен шыншылдыққа, адалдыққа, жүрегіңді жүрекпен жаман бұқса, күндік кескен жерінен шалғайды өмір қалайда өте деген аландықта. Тірліктің ұқпағандай нарын анық, айында тұра деген жаратылынып. Тағдырдың берген сайын кейбіреулер қолымнан кеткен кез бар тартып ал. Зор махаббат тілейінші мен саған, қазір бәрі жалғыздықтан шаршаған. Көңіл көктем достық суын іздеген, ал адамдар шын достықты аңсаған. Достым, саған бақ тілеуден шашаман, сенің іңкәр тілегіңе тамсанам. Өмір қысқа, сол қысқаны көрге етер, сенсің достым, сенсің құрбым баршадан. Тұрғанда қысылып, медет берген достар, өз қайғысын ыстырып, көмек берген достар, замандастың жеңісін көрге білген достар, қолыңдағы жемісін бөле білген достар, сынға түскен кездерге сырым бермес достар. Қарсыбай Сыпатаев атындағы нөмірі 7-ші IT мектеп-лицейінің мектеп парламенті оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы Дос болайық атты челленджді Шымкент қаласының барша мектептеріне жолдаймыз.